Жылымық дегеніміз не? Бұл кезеңде қандай өзгерістер болды? Жылымық жылдары Қазақстан тарихына қалай әсер етті? Осы сұрақтарға жауап берейік. Жылымық дегеніміз не? 1953 жылы қыркүйекте Никита Сергеевич Хрущев Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшылығына сайланды. Жылымық жылдары аталған 50-ші жылдардың екінші жартысынан бастап елде өзгерістер байқалды. Бұл кезеңді жылымық деп атау КСРО-ның қоғамдық саяси өміріндегі демократияландыру, кешірім, ақтаулармен байланысты еді. Жылымық ішкі саясатта қуғын сүргінді біршама тежеуден, әкімшіл-әміршіл қатаң басқару әдістерінің аздап жұмсаруынан байқалды. Халықаралық қатынастар да жылыды. Бұл кезеңде қандай өзгерістер басталды? 1956 жылы 14 ақпанда Мәскеуде Кеңес одағы коммунистік партиясының 20-шы съезінде Сталиннің жеке басына табынушылық сынға алынды. Орталық комитетінің бірінші хатшысы Хрущев бастаған коммунистер партиясы сталиндік диктат үстемдігін әшкерелеп, талдау жасауға тырысты. Жеке басқа табынушылық және оның салдары туралы мәселе 25 ақпанда съездің жабық мәжілісінде көтеріліп, съезд өткен соң жарты жылдан кейін 30 маусымда жеке басқа табынушылықтың зардаптарын жою жөнінде қаулы қабылданды. 1953-1955 жылдарда Хрущевтың бастамасымен ГУЛАГ жойылды. Жер аударылған шешен, қалмақ, балқар, тағы басқа халықтардың құқықтары қалпына келтіріліп, оларға туған жерлеріне көшуіне рұқсат етілді. Алайда кәріс, неміс және Қырым татарларының құқықтары қалпына келтірілмеді. Кеңгір көтерілісі деген атпен тарихқа енген бұл оқиға кеңес лагерлеріндегі ең ірі толқуға айналып, соңы айтарлықтай қайғылы жағдайлармен аяқталған еді. Сол кезде лагерде 5392 тұтқын болса, оның 43% әйелдер болатын. Тұтқындардың 72% отанына опасыздық жасады деп, және басқа да саяси көзқарастар үшін айыпталғандар. Бүкіл лагерлер жүйесін дүр сілкіндірген кеңгір көтерілісі Степлактың күйреуінің басы болды. 1955 жылдан бастап лагердің басқару әкімшілігі қысқара бастады. Талай мың адамның тағдырына тауқымет әкелген Степлак 1957 жылы мүлдем жабылды. Саяси көзқарасы үшін қудалау орын алып, халық жауы немесе ұлтшыл айыптарының орнына өзгеше ойлайтындар айыбы тағылды. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны мектеп мұғалімі Елікбаев Хрущевке ашық хат жазады. Ашық хатта Қазақстанның тәуелсіздігі жоқ екенін, қазақ мектептері, қазақ тіліндегі оқу құралдары мен баспасөздің тым аз екені айтылған. Осыдан кейін Елікбаев партия қатарынан шығарылып, қуғынға ұшырады. Кейіннен жындыханаға тығылды. Жылымық жылдар Қазақстан тарихына қалай әсер етті? Жылымық жылдар халықтың әл-ауқатының көтерілуімен сипатталады. Никита Хрущев басшылық еткен жылдары мемлекеттік тұрғын үй мәселесіне алғаш бет бұрылды. Бүгінгі күндері ол ықшам аудандар мен Хрущев үйлері ескірген тар үйлер болып есептеледі. Алайда ол кезде жаппай тез бой көтерген тұрғын үйлер арқасында әр отбасы сыз жертөлелер мен коммуналкалардан құтылып, жеке пәтерге ие болу бақытына қол жеткізді. Никита Хрущев 1961 жылы наурыз айында Қазақстанда 2 апта болып, осы сапарында Ақмола қаласының тарихи атауын Целиноград деп өзгертті. Сонымен қатар, жылымық жылдары елде 6 басшы ауысты. Олар Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, Леонид Ильич Брежнев, Иван Дмитриевич Яковлев, Николай Ильич Беляев, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев және Исмаил Абдрасулович Юсупов. Қорыта келгенде қазақ ауылдарының құлдырауы, қазақ мектептерінің жабылуы, жердің эрозияға ұшырауы, Семей жерінің ядролық жарылыс жасайтын сынақ алаңына айналуы және оның халық денсаулығына тигізген кері әсері, ұлтаралық қатынастардағы шиеленіс осы жылдары орын алды.